Барлығыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте нәзік болып шығатын вупи пай тортын дайындаймыз. Ең алдымен шоколад пен сармайды водяной баняда ертіп аламыз, кішкене суығанша қоямыз. Ыдысқа жұмыртқа салып, қант қосып араластырамыз, көпіріп ағарғанша. Енді шоколад пен сармайды қосып жақсылап араластырамыз. Ал енді ұнымызға какао қобыстқыш қосып араластырып, кішкене бөліктен қосып отырып, массамызға араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды пергамент қағазына саламыз. Ол үшін пергамент қағазын 4 бөлікке бөліп алдым. Форманы алып, астына қоямыз. Үстіне форма салып басамыз. Осындай дөңгелек шықты. Енді осыған қамырымызды ойықтау жағына саламыз. Тең 4 бөлікке бөліп, пергамент қағазға салып шықтым. Әрбір думалағына 5-6 қасықтан кетті. Осы корждарымызды қызып тұрған пеште 5-7 минуттай пісіретін боламыз. Коржымызды решеткада толықтай суытып аламыз. Енді кремімізді жасаймыз. Менде мында кілегей міндетті түрде 33-35% болуы керек. Кішкене қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Үстіне қант ұнтағын салып араластырамыз. Содан соң сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырды салып, жақсылап миксерлейміз. Қоюланғанша әбден миксерлейміз. Насатканы қапшыққа салып, үлкендеу ыдысқа салып, ақырындап кремімізді саламыз. Корждарымызды қойып, тортымызды жинайтын боламыз. Осылай істейміз. Кремнен шарик шығарамыз. Тортымызды жинап болдық. Енді шоколадты ганаш жасаймыз. Ол үшін шоколад пен сармайды водяной баняда ерітіп, тортымыздың үстіне құятын боламыз. Шоколадты құйған соң, міндетті түрде 1 сағаттай тоңазытқышта тұрған дұрыс. Тортымызды өз қалауыңызша әсемдейсіз. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.